Осындай сандарды қосу қажет болатын мысалдарды қарастырайық. 7, 8, 9. Ыңғайлы болу үшін бізге осы сандарды қосу кестесі қажет екенін білеміз. 1-ге 7-ні қоссақ 8-ді аламыз. 2-ге 7-ні қоссақ 9-ды аламыз. 3-ге 7-ні қоссақ ол 10 болады. Енді 8-ді қосайық. 1-ге 8-ді қоссақ 9 болады. 2 қосу 8 10 болады. 9 санын қосайық. 1 қосу 9 10 болады. Дәулет 2 алмамен 7 алмұртты себетке салды. Дәулет барлығы қанша жемісті себетке салды? Дәулеттің қанша жемісті себетке салғанын білу үшін 2-ге 7-ні қосу керек. Есепті шығару үшін 7 санын қосу кестесін қолданамыз. 2-ге 7-ні қосамыз 9 болады. Дәулет себетке барлығы 9 жеміс салыпты. Келесі есепке назар салайық. Айсәуле қуыршағының көйлегіне 2 сары түйме, 8 қызыл түйме қадады. Ол барлығы қанша түйме қадады? Айсәуле барлығы қанша түйме қадағанын білу үшін 2-ге 8-ді қосамыз. Есепті шығару үшін 8 санының қосу кестесін қолданамыз. 2 қосу 8 тең 10. Демек, Айсәуле қуыршағының көйлегіне барлығы 10 түйме қадапты.